орын басары Талант Бақытбекұлына беріледі. Биыл біз республика күнін атап өтумен қатар егемендігіміздің бастауы болған декларацияның 35 жылдығын да айрықша атап өтіп отырмыз. Осы мерекелік күнде халқымыздың әл-ауқатын жақсарту бағытында қолға алынған нақты істердің бірі бір қабатты шығыс бағдарламасы аясында салынып жатқан тұрғын үйлердің құрылысы. Бұл ел президентінің тапсырмасына сәйкес жүзеге асырылып жатқан игі бастама. Осы бір қабат шығыс бағдарламасы аясында Тарбағатай ауданында соңғы 3 жылда 103 үй салынды. Оны жаңа айтты. Биылда міне облыс әкімі Нұрымбет Аманұлы Сақтағановтың қолдауымен 20 пәтердің кілтін табыстаған отырмыз. Олар жаңа Ағжар ауылында 8, Жаңауыл ауылында 4, өздеріңіз міне Қазақстан ауылында 1, ауылында 2, Чорға ауылында 2, жалпысы 20 пәтердің аяқтадық. Жаңа шаңырақтарыңыз шаттық пен ырысқа толы болсын. Қоныс тойларыңыз құтты болсын. Өмір базарда да ой болса. Ауылымыздың ақсақалы Әуезхан ақсақалдан бата сұрайық ардақтағы. Жасыпқа ғұмыр берсін Алла саған, айналсын жақсылыққа оймен санаң. Ел жұртқа жақсылықпен, халқыңа жақсылықпен атың шықсын, осыны армандаймыз ата-анаң. Осы қуанышымыз жағынан болғай. Мынау аудан әкімі, ауыл әкімі біздің мынау ауылға келген кезде жақсы көңіл бөліп жатыр. Міне мынау амбулаторияны сап берді, мынау жолды сап берді, мынау жаңа әкім келгелі. Ауылымызға свет қосылып мына көшедегі. Мына мектебімізді, мынау садигімізді қайтадан ремонттан өткізіп берді. Осындай жақсылық болып жатыр. Міне жаңа үй қосылды. Ауылымыздың ақсақалы мен аналарын осы тұрғын үйдің лентасын қиюға шақырамыз, келіңіздер. Дастарханың мол болсын, тойда ғұрының төр болсын, тойдан тойың зор болсын,